Сәлем достар. Килограмм туралы білмейтін фактілер бар ма? Ол тек сан емес екенін білесіздер ме? Ендеше, тереңірек зерттейік. Килограмм бұл масса бірлігі. Мысалы, 1 литр суда аламыз. Осы судың салмағы дәл 1 килограммды құрайды. Қызық шығар? Неліктен 1 килограмм? Себебі, бұл әлемнің көптеген елдерінде қолданылатын метрлік жүйенің бір бөлігі. Оны түсіну өте оңай, өйткені ондық еселіктерге негізделген. Мынадай ойлап көріңіздер. 1 килограмм 1000 граммға тең. Яғни сізде 10 алма бар және әрқайсысының салмағы 100 грамм болса, олардың бірге салмағы 1 килограммды құрайды. Қызықты факты. Бастапқыда килограмм Францияда сақталған платина иридий цилиндрімен анықталған. Ал қазір ол табиғаттың негізгі тұрақтыларымен анықталады. Қылым таңғажайып. Ендеше, келесі рет тағамның немесе заттың жапсырмасында килограммды көргеніңізде, бұл тек саннан артық екенін білесіз. Бұл салмақты түсінуді жеңілдететін жаһандық жүйенің бір бөлігі. Түсіндіңдер ме? Жақсы. Енді сіздер килограмм маманысыздар. Білімге құштар болыңыздар.